Қыркүйектің 22-23 аралығында Ақтауда триатлоннан Қазақстан кубогының финалдық кезеңі өтті. Дүбірлі доданың қатысушылары 2 күн ішінде 200 шақырымға жуық жерді бағындырды. Теңізде жүзіп, темір арбамен жарысып, жылдамдыққа жүгірген спортшылар темір адам атағына таласты. Байрақты бәсеке Ақтау қаласының 55 жылдығына орай өткізілді. Оған облыс басшылығы толықтай қолдау көрсетті. Триатлон жергілікті халық үшін таңсық спорт түрінің бірі. Сондықтан жарыста көзмен көремін деушілер көп болды. Өйткені бұл спортта қатысушылар суда жүзіп, велосипед айдап, жаяу жүгіреді. Бұл спорттың ерекшелігі де, қиындығы да осында. Мәселен, жарыстың алғашқы күні тек кәсіби спортшылар өзара мықтыны анықтады. Алдымен жасөспірім триатлоншылар сайыс жолына шықты. Оларға берілген тапсырма: 750 метр теңізде жүзу, 20 шақырымды велоарбамен өту, ал қалған 5 шақырымды неғұрлым тез жаяу жүгіріп өту. Арнайы белгі бойынша келесі болып суға кәсіби ересек триатлоншылар сүңгіді. Айта кетейік, дәл осы уақытта мамандардың айтуынша судың температурасы 18 градус болған. Бұл қатысушылар үшін өте қолайлы екен. Ересектер қатарында сынға түскен спортшылар 1,5 шақырымды жүзіп өту міндеттелді. Ерлер мен әйелдер бірден белсенділік танытып, жарысқа қандай мақсатпен келгендерін көрсетті. Сіздер өздеріңіз көріп отырсыз, негізінде бұлай жай адамға бұл деген бір өтірік сияқты 90 км велосипедпен жүру, 20 км жүгіру және де 1,5 км судың ішінде жүзу, ол деген шыдамды, мықты рухымен, денімен мықты балдардың жарысы, балдар қыздардың. Сондықтан енді бүгін көреміз балдар қалай шығатыны. Жалпы енді бұл спорт түрін осы Маңғыстауда дамытатын боламыз. Бұйыртса болашақта осы спорт түрі болашақта жарыстар көбірек өтетін болады осы Маңғыстау облысымызда. Толықтай әкімшілік тарапынан, жалпы әкімнің тарапынан толықтай қолдау бар. Қазақстан кубогы биылғы жылғы соңғы үлкен жарыстың бірі. Сондықтан жеңіс тұғырына көтеріліп, ұпай жинау аса маңызды. Өйткені бұл олимпиадалық ойындардың қатарына жатады. Еліміздің түкпір-түкпірінен келген жасөспірімдердің арасында, Аргентинада өтетін жасөспірімдер арасындағы олимпиадалық ойындарға жолдама алғандар да бар. Бұл Ақтауда өткен жарыстың қаншалықты бәсекесі жоғары болғанының бір дәлелі. Наша команда это сборная Алматы по триатлону. Біз Алматы облысынан келдік. Осы жарысқа жаз бойы дайындалдық. Енді бұйырса жеңімпаз болуға ниеттіміз. Бастысы спортшылар берілген тапсырманы дұрыс орындап, күшті үнемдеп жұмсау қажет. Біз жарысқа тек 8 адаммен келдік. Бұл толық құрам емес. Балаларға арналған қашықтық болмағасын олар келмеді. Айта кету керек, теңіз суының температурасы орташа, ауа райы өте қолайлы. Бізге жарыстың бастамасы қатты ұнады. Барлық қатысушылар бірінен соң бірі судан жүгіріп шығып жатты. Алда оларды екінші кезең темір арба күтті. Міне осы кезеңде жарыс қыза түсті. Өйткені теңізде баяу жүзгендер жоғалған секундтарды қайтаруға тырысты. Бұл бөлімде ересек ерлер мен әйелдер 40 шақырымда, ал жасөспірімдер 20 шақырым жолда бағындыру бекітілді. Жарыс қатысушыларына облыс басшылығы толықтай қолдау көрсетті. Жарыстың бас аяғы жолдар жабылып, спортшыларға еш қауіп-қатерді кедергі де болмады. Бұл Маңғыстау түбегінің халықаралық және әлемдік деңгейдегі жарыстарды ұйымдастырып өткізуге қауқары бар екендігінің көрсеткіші. Әнемне дегенше 2 сағат уақытта зымырай өтті. Қатысушылардың да шаршағаны байқалады. Дегенмен алда соңғы 3-ші кезең бар. Жаяу жүгіру бөлімінде ересек ерлер мен әйелдер 10, ал жасөспірім триатлоншыларға 5 шақырым бағындыру тапсырмасы берілді. Сондай-ақ түскі уақытқа қарай ауа температурасы жоғарылай түсті. Күші сарқылған спортшылар үшін тыныс алу қиындады. Дегенмен мәреге қалай да жету қажет. Кәсіби триатлоншылар арасында ақтық сызыққа алғашқы болып оңтүстік Қазақстанның тумасы келді. Сабыржан Қосақ ересектер арасында сынға түскен болатын. 10 жылдан бері триатлонды серік еткен ол бүгінде 50 шақырымнан аса жерді 2 сағатта толықтай жүгіріп өтті. Қазақстанда соңғы жарысымыз финал Кубка Қазақстаны. Сол енді жеңімпаз болдым. Өте қиын болды, бірақ біткеннен кейін өзімді арза болып сеніп отырмын. Ұстазыма үлкен рахмет. Алимбаев Дандыбай Купевич, екінші ұстазым ол Грищенко Андрей Александрович. Сол екеуіне үлкен рахметін білдірем. Оның алдында Қарағандыда болған жарыс. Оқта сәл салқындау,
и ана ауасы не да сәл кең мына жерде сәл қысылып қалдым не қылып содан кейін қиындау. Ал жасөспірім спортшылар арасында жеңіс 17 жасар Данил Зубцовқа бұйырды. Қазан айында жасөспірімдер арасында өтетін Олимпиада ойындарына қатысушының айтуынша, көздеген мақсатына қол жеткізді. Енді шетелде Қазақстанның абыройын асқақтату. Соревнования прошли отлично. Жарыс өте жақсы өтті. Теңіздің суы мен үшін өте керемет болды. Веложолда өте жақсы, ал жүгірген кезде өзім сәл шаршап қалдым. Тыныс алуым қиындап кетті. Бірақ соған қарамастан барымды салып, міне бірінші болып келдім. Биыл жасөспірімдер арасында Аргентинада өтетін Олимпиада ойындарына жолдама алдым. Бұйырса 4 қазан жолға шығамыз. Енді шет елде елдің намысын абыроймен қорғауға тырысамыз. Барлық триатлоншылар жарысты аяқтағасын марапаттау рәсімі басталды. Ұйымдастырушылар жеңімпаздарын сахна төріне шақырып, арнайы кубок пен демеушілердің сыйлықтарын табыстады. Триатлоннан өткен жарыстың екінші күні қызыққа толы болды. Өйткені бұл жолы жарыс жолына кәсіби емес, яғни әуесқой спортшылар шықты. Олардың ең жасы 20 жаста болса, арасындағы ең үлкені 59 жаста екені анықталды. Сонымен қатар, әуесқой триатлоншылар кәсіби спортшылардан қарағанда 2 есе үлкен қашықтықты бағындырды. Екінші күнгі жарыс таң атысымен басталды. Сағат 7:30-да көпшілік арнайы суға өткізбейтін су киімдерін киіп сақадай-сақ дайын болды. Бір қызығы, әуесқой спортшылардың барлығы жарыста бір уақытта бастады. Төрешінің ысқырығымен ерлер мен әйелдер салқын суға сүңгіді. Ендігі міндет 1 шақырым 900 метр белгіленген аймақты жүзіп өту. Екінші күнгі жарыстың тағы бір ерекшелігі, әуесқой спортшылардың арасында Ақтаудың намысын қорғаған жергілікті азамат салқын суға ешқандай киімсіз кіріп көпшілікті таң қалдырды. Әуесқой спортшылар жарысты бір уақытта бастағанмен бағалау әдісі әртүрлі. Өйткені берілген 113 шақырым қашықтықты өту үшін жас ерекшелігіне қарай әйелдер 3, ал ерлер 8 топқа бөлінді. 20 жастағы азаматтармен қатар 59 жастағы ақсақалдар да саламатты өмір салтын насихаттап көпке үлгі болды. Теңіздегі аумақты жылдам жүзіп өткендер келесі сайысқа көшті. Бұл жолы арнайы су киімін шешіп, велосипедке арналған жабдықтарын киді. Ендігі ортақ тапсырма 91 шақырымнан құралған жолда темір арбамен өту. Ол үшін қатысушылар Приморский маңынан бастап, теңізге түсуге қауіпті аймақ саналатын Шора каналына дейін бірнеше рет барып келді. Әуесқой триатлоншы ерлер мен әйелдер үшін соңғы тапсырма 21 шақырымды жүгіріп өту. Шешуші кезең 15-ші шағын аудандағы амфитеатр жанынан басталды. Ақтық айналымда бәсекелестік күшейе түсті. Ал жол бойында тұрған волонтерлар оларға түрлі сусындар мен жеміс-жидектер ұсынды. Бұл триатлон спортында ресми рұқсат етілген әдіс. Өйткені аталмыш заттар ақтық айналымда шаршаған спортшылардың ағзасына әл беріп, сайысты аяқтауға көмектеседі. Жарыстың екінші күні әуесқой спортшылардың арасында мықтыны анықтау үшін 4 сағат 25 минут уақыт кетті. Мәрені алғашқы болып 38 жастағы алматылық Алексей Сидоренко сызды. Ол триатлонда сергіткені небәрі 2 жыл болған. Ал Ақтауда өткен Қазақстан кубогына тыңғылықты дайындық жасаған. Бапкерлермен ақылдаса келе тактика жасақтап сол бойынша жарыс жолына шыққан. Мақсат орындалды. 35-39 жастағы ерлер арасында үздік уақытты көрсетті. Отличный эффект. Трасса получилась отличная. Өзім жоспарлағандай алғашқылардың қатарындамын. Бұл өзімнің дайындығымның арқасы деп білемін. Жарысқа тактиканы да дұрыс таңдай білдім. Бұл спортта бірнеше кезең болғандықтан тек күшке салынбай ақылмен жұмыс істеу керек. Мен жүзуде үздік ондықта, темір арбада алғашқы үштіктің қатарында болсам, жүгіруде міне бірінші болып келіп тұрмын. Жарыс өте жоғары деңгейде өтті. Өзімді әрі қатысушы, әрі саяхатшы сезіндім. Ризамын ұйымдастырушыларға, сіздердің басшыларыңызға, біздерге осындай мүмкіндік жасағандарыңыз үшін үлкен ризашылығымды жеткіземін. Екінші үздік көрсеткіш Айдар Маликовқа тиесілі. Ол да Алматы өңірінен келген. Жалпы дистанцияны бағындыру үшін 4 сағат 40 минут жұмсады. Жарыс өте жоғары деңгейде өтті. Республикалық стандартқа сай. Оның үстіне ауа райы температура жоғары болды. Жүгіруге кішкене қиындау. Мынау менің осы жылғы 5-ші жарысым. Әр жарыста жүлделі орынмен оралам. Бүгін енді алма қарай абсолюттік
рейтингте 2-ші орын алдым. Ол да мен үшін үлкен жетістік. Сол ұйымдастырған организаторларға үлкен рахмет. Жарыстың соңында Маңғыстау облысының әкімі Ералы Тоғжанов арнайы келіп барлық қатысушылармен кездесті. Емен жарқын диалог құрып, жоспарларымен бөлісті. Сондай-ақ жеңімпаздарға құттықтау тілегін жеткізді. Спортшылар да өз кезегінде аймақ басшысына жарыстың жоғары деңгейде ұйымдастырылғанын айтып алғыс айтты. Сонымен қатар естелікке суретке түсіп, триатлонды Маңғыстауда дамытуға күш салатындарын жеткізді. Ал кеш соңы марапаттау рәсімімен аяқталды. Алдымен өлкенің жас спортшылары өз өнерлерін ортаға салды. Ал әншілер мен бишілер патриоттық тақырыпта ән айтып спортшылардың рухын көтеріп жігерлендірді. Мерекелік кештің соңында ұйымдастырушылар спортшыларды марапаттау рәсіміне шақырды. Олар әйелдерді 25-29, 35-39 және 45-49 жас шамасына қарай үздіктерді марапаттады. Ал ерлер 20-25, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54 және 55-59 жастағы азаматтардың арасындағы жеңімпаздарды жеңіс тұғырына шақырды. Барлық триатлоншыларға кубок, медаль және демеушілер ұсынған арнайы сыйлықтар табысталды.